Селам алейкум, урметлі серджілер, бу ЮАТВ студияда Украина хаберлері. Бүгін июльнің 28-і жума күні. Украина тыш ишлерна зерлігі Қырымлы Руслан Зейтулаевге апис муддетінің артырылмасы себебінден қатейна разылығыны білдірді. Әвел Русия Федерациясының юқары махкемесі апис муддетінің 12 елдан 15 елға қадар көтерді. Имаясының шикаят аризасына бақмадан. Киев Русия тарафындан Украина ватандашларының тақибыны тоқтатмақ ве БМТ халқара махкемесінің ембіріні еріне кетірмеге талап еті. Зейтулаевны Русияда терроризмді қабатлайлар. Қырым татарының озу бұны ифтира олар ақтаны. Үкімнің илан етілмесінден сон Зейтулаев кене Ростов сезосында ачылықны илан етті. Она омдусмен вем консулны көрсетмеге ве оны Украинаға қайтармаға талап еті. В очередной раз в тяжелом положении оказался. Невбеттеки сефер халқымыз бірлігіні көстерді. Только единство может нам помочь. Какие бы только доводы защита не приводила. Кетірілген ичбір делелеміз назарға алынмады. Ишінің укухи олмағаныны тамамынен көстердік. БМТ адалет махкемесіне. Ахтем чигознын иши бойынша Шаат Эйвас Умеров махкемеде яланжы шатлықны берді. Бұны сияси мабюснын адлиежесі Николай Полозов білдірді. Ұқуқ қоройжының қайдеткені кебі Умеровның мазнунға Қырым татар милли мәжілесі ве етікчелеріне шахси нефреті бар. Чигознын Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтув митингде иштирак етмесі ярымада ишғалжи акимиетіне қабаат себебі олды. Акция Қырым юқары радасы янында 2014 сенесі февраль 26-сында кечті. Бұның еле оны күтлеви низамсызлықның тешкіл еткенінде қабатлайлар. Ишғал етілген Қырымда инсанларының ғайып олуыны тақиқ етмек. Иш бұ талап еле Киевде Русия елчіханесі янына Қырым татар жемиетінің фаалері келді. Үш сене девамында анда 44 инсан ғайып олды. Чоқысы ерлі фаалердір. Митинге бізім тақымымыз да қошылды. Пенжере қанатлары қабатылған, пенжерелерде пармақлықлар. Бойлеліктің Русия Федерациясының елчіханесі Эрвин Қайда 13-ші акциясыны қаршылай. Бұндан әвел олған акцияны Русия елчіханесінде көрген еділер. О күні анда Пушкинның доған күні қайт әті еділер. Ама инсанларға кімсе чықмады. В посольстве играла пианино. Елчіханеде пианино чала. Пенжерелерде инсанлар көрінеді. Бізге бақып көле еділер. Бұндан сон елчіхане тарафындан фаал суретті медини мерасимлерінің кечерілмесі белі олды. Бұл сеферді дипломатик тәмсілжіліктен кімсі чықмады. Атта тақталарға тұрған юксек инсанларының соқур бинаға көстірген. Сақланмаға етер, чақырыбына кімсі диқат етмеді. Ишғалжілеріні запт етілген ярымады да ғайып олған инсанларының тақдыры раатсыз етмей. Таққатына Киевге көшкен Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің прокуратурасы алып бара. Похищенные, например, еще... Мисал үшін ен башында ғайып олғанлар март-апрелде 3 елдір енді қыдырылмай. Русия дәулет органлары тарафындан жинайы ішлер біле ачылмаған. Шының үшін бүтін бұл ғайып олғанлардан тек бір тенденция бар. Қырым татарлардыр. 3 сене içinde 44 инсан ғайып олды. Олардан 17-сі азат етілді. Да 18-нің тағдыры белгесіздір. 6-сы жансыз алда тапылды. Учу сияси ишлер бойынша апсты аята. 36 вақайда дейфалер инсанларының ғайып олуына Русия дәулет олғанларының алақасы бар. Дүния жемаатчылығының Қырымдаки киднепинге диқатны Туркияда яшаған Қырым татарлар желпетмеге тырыша. Бүгін біз Қырымда яшаған ве анда зұлынмаға оғыраған, қырсызлынылған, өлдірілген инсанларының менфаатына қороймыз. Чүнки бұл тек ярамадада яшаған Қырым татарларының дегілді, бізім қайғымызда. Ве біз бұтын дүнияда яшаған семеддешлерімізге қол тұтажақмыз. Бұл кебе акциялар даими суретте кечерілежек, деп ваде етелер Крым сос тешкелятында. Чүнки инсанлар эп ғайып олам. Сонки вақалардан бақчысырай фаали Эрвин Ибрагимовның ел эвелсі ғайып олуы аля да тақық еттілмеген. Киднепинг әрекетті видеокамераларға чықарылмасына бақмадан.
Франкистан илері деді Норман форматында иштирак этежек. Петро Порошенконың Паристеки Курошевы, Эммануэль Макронның Украинда васыны ал етмек істегіні костарды. Бұның иле мемлекетнің мұстақылығыны сақламақ, бұны Украинада Франкистан элчisi Изабель Дюмон Интерфакс Украина агентлігіне білдірді. Норман шекілінде кечірілген музакерелі İlk nevbette kerçek neticelerge Ukrayna buhranın al etilmesine yol verir, dep kayıt etti diplomat. Sene sonunda Ukraynaga şamata kopargan Ryanair veda eki low-coster kerecek. Bu bulduruvu ile Ukrayna'nın infrastruktura naziri Vladimir Amilyan çıkışta bulundu. Degeni gibi Borispol havalimanı ve İrland büdjet ava taşıyıcısı arasında 2 hafta içinde mukavele imzanılacak. Bunun sayesinde hem Ukraynalılar için seyahatler ucuzlaşır, hem de Ukrayna uzun çekici bir turistik yöneliş olur. $100 milyon sahte Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin elektrik enerjisi için borcudur. Borç 2015 senesi Mayıs ayından toplana. Bunu Ukrenergo müdürü vazifelerini eda etken Всеволод Kovalchuk bildirdi. Ukrayna iyulunun 26'sından Donetsk vilayetinin vaktınca işgal etilgen rayonlarına elektrik enerjisinin verilmesini toxtattı. Lugansk vilayetinin nazaret etilmegen teritoriyalarına Ukrayna yarığı 2017 senesi Mayıs ayından verilmey. Ukrayna için Baba aksiyasının çerçevesinde Kırım ve Donbass'tan koçup gelgenler bedava tibbiyet hizmetlerini alabilecek. Yardımını Kiev ve vilayetinde kayıt olungan koçup gelgen insanlarga verecekler. Mesletler Kiev'nin tibbi mobil klinikasında geçirirler. Yardımını 60 yaştan büyük insanlar, yalnız pensionerler, sakat azaları olgan aileler alacak. İspanya Grand Prix'ı adlı halkara turnirinde galibe kazangan Kırım Tatarı, Avrupa'nın Yunan-Roma kuryaşı boyunca çempiyonu Fevzi Mamutov Kiev'ge geldi. Borispol havalimanında sporçumuzunu milli bayraklar ile tuğanları, dost ve Kırım Tatar faalleri karşıladı. Başta Fevzi Mamutov Yaponiyalı rakabını yeni, sonra UAR temsilcisini. Finalda vaxtından evvel Frank rakabını yenip, İspanya Grand Prix altın medalini elde etti. Ukrayna sporçunu tuğanları ve dostları karşılay. Fevzi degeni kibi galibesi bu kıyın vakitte Kırım Tatarlarını kuvandırmak için bir sebep oldu. Hakikaten bu yarışlar pek kolay geçti. Elbette rakiplerim pek layıkıydı. Ama neticesi beklenilgeni gibi oldu. Hazırlık var idi, idmanlar geçirildi. Yarışlarının neticesi ise iş bu emekinin neticesidir. Fevzi Mamutov 26 yaşında. Kırım'da doğdu. 8 yaşında başlap kureşten uğraşa. Birinci galibini 11 yaşında Akyar'da kazandı. Şimdi sporcu 66 kilo kategoriyasında çıkışlarda buluna. Aman aman bütün vaktini kureş kaplapıla. Hazırlık rejimi vaktinde kunde idmanlarga en azından 4-5 saat ayırmak gerek ve sporttan gayrı ihtisasi sporcu olsan başka bir şeyini düşünüp olmazsın. Misal için herkeske belli olgan Kırım Tatar toylarında tek 2 kere bulundum. Fevzi kuzde Litvanya'da geçirilecek dünya çempionatına hazırlanmaya endi başladı. Lviv arbiyleri Toronto'da geçirilecek boysunmaganlarının oyunlarına hazırlana. Halkara yarışlarını Şahzade Gari yaralangan arbiyler için tesir etti. Turnir sentyabrının sonunda geçirilecek. Yarış çeşit memleketlerden tahminen 500 arbiyini birleştirir. Birinci sefer Ukrayna'da iştirak edecek. 3 Lvivli arbiy milli takımının esas erkenine kirdi. Yakında ok atışı boyunca ustalığını temrin etken edeler idmanları açık edi. İdmanlardan son adaleler ağıra. Ama hoş bir ağırıdır. Sporttan uğraşkan sevimli işinden ağırı. Oz yaralarının hakkında unutasın.
Галиплерні қаршылайлар Киевнің Олимпик эвенде қайық ве каноэ көрекчі көвлері бойынша Украин тақымыны алғышлайлар. Спортчылар Авропа чемпионатындан бош қоллары иле қайтмады. Евге бір алтын медаль ве уч-тунч медаль иле қайттылар. Нетижеде 8-нче ер. Мария Кичасова, Анастасия Горлова иле 200 метр месафеде алтынларны әлде етті. Игорь Трунов ве Иван Семыкин 500 метр месафенде тунч медальларына қазандылар. Бұндан сон Чехияда кечерележек дүния чемпионаты олacak. Планлары муазамдар. Планlarımız muazzamdır. Бар күчіміз іле тырышычақмыз. Кенеде эвелден айтмаға істемейім, ама бар күчіміз іле тырышычақмыз. Элбетте ки медальлер пек істейім. Бізде оле медальлер yok. Авропа біле біздер үшін бірінші медальлердір. Менің үшін бұл бірінші алтын медальдір. Оның үшін иллерде де инкешаф етмеге ве яны севеге чықмаға істейім. Авропа yolu Карпатларда Бескет демир yolu туннелінің құружилығы сонуна еті. Бұны Укрзалезницада білдірелер. Құружилық бұл сене күзде бітежек. Sonra яны туннель кірішілеріндекі кеттені азырлайжақлар. Чығыр ве электрик бережелерінің yolлақларыны кечережеклер. Туннельнің açılması Италия, Словения, Мажаристан, Словакия, Украина. Авропа наклият аятның кіріш имканиетінің арттырыр. Күнде ондан саты 60 километр соряты еле юстрен кече білежек. Құрметлі серделер, бұл дақиқада бұл сонки хабарымыз еді, да чо хабарларының сізлер Укринформ сайтында оқой білесіңіз. ЮТВ или олыңыз сағлықнен қалыңыз. Көрішкенде.